Армысыздар телекөрермен, Ақтау телеарнасында «Просто музыка» хабары эфирде мен Өмірбек Құрмаш. Біз бүгінгі хабарда сіздерге жұлдыздардың соңғы жаңалықтары сахна сыртындағы өмірлерінің құпиясын ашамыз. Арна қосулы болсын. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: Асқар Жүнісбеков араға 2 жыл 8 ай салып сахнаға қайта оралды. Мейрамбек Беспаев және Ғазизхан Шекербеков жаңа бейнебаян түсірді. Динара Алжан Нұр-Сұлтан қаласына қоныс аударды. Әншілердің көбі неге онлайн концерт беруден бас тартты. Баян Есентаева басқарған продюсерлік орталығы ерекше челлендж ұсынды. Хат жазып тұр, толғанай аққайын деп ән салып талай жүрекке жеткізе білген әнші Асқар Жүнісбеков осыдан 2 жыл 8 ай бұрын сахнадан кеткен болатын. Не себепті, не үшін? Осы сұрақтың жауабын бүгін біз айтамыз. Асқар кәсіпке кетті, өнерден шаршады деген ел арасындағы әңгіме шындыққа жараспай шықты. Әнші өнерден бас тартпаған, өнер әншіден сәл алыстап кеткен секілді. Араға біраз уақыт салып, Асқар жұлдызды жекпе-жек жобасында қайта көрінді. Көңіл шіркін көп жағдайға сенбейді, артық асып мақтауға да көнбейді. Достарменен сыр бөлісіп шынайып отыратын кездерге де шөлдейді. Енді әншінің айтуы бойынша алда бірнеше әндер жазып, ұнаған бір-екі әніне бейнебаян түсіремін. Осы жылдың соңында, келер жылдың басында жеке концертімді беремін деп уәде етті. Қазақ эстрадасында өзіндік орындары бар Мейрамбек Беспаев, Ғазизхан Шекербеков жаңа әнге бейнебаян түсірді. Ғазизхан Шекербековтың жеке кешінде орындаған бұл ән «Достарым» деп аталады. Араға 1 жыл салып, әнге бейнебаян түсіріп көрерменге ұсынды. Әнші Мейрамбек Беспаев, Ғазизхан Шекербеков араға 1 жыл салып, осы әнді көрерменге бейнебаян арқылы тағы да ұсынды. Мағынаға толы шығарма талай жанға ой салды. Ерекше бағытта түсірген бұл қойылым көпшіліктің жүрегінен орын алды. Әнші актриса Динара Алжан Нұр-Сұлтан қаласына қоныс аударды. Шығармашылығы Алматы қаласынан бастау алған әнші ендігі шығармашылығы Нұр-Сұлтан қаласында жалғастырмақ. Динара Алжан енді бұдан былай Елордада тұрмақ. Енді жаңа әндері мен бейнебаяндарын бас қаламыз Нұр-Сұлтанда түсіремін деп жоспарлап отыр екен. Ендеше әншіге сәттілік тілейміз. Біраз жұлдыздар онлайн концерт берді, ал кейбір жұлдыздар онлайн концерт беруден бас тартты. Сәкен Майғазиев, Роза Рымбаева секілді өнер жұлдыздары керемет онлайн концерт ұсынса, Мөлдір Әуелбекова, Камшат Жолдыбаева, Айгерім Қалаубаеваға хабарласып, онлайн концерт беруге қалай қарайсыздар дегенде бірден бас тартты. Себебі уақыттарын бөлгілері келмеген болар, немесе жанды дауыста ән айтылмайтын болар. Қазақстандықтарды үйден шықпауға шақырып алып, оларға концерт беруден неге қорықты? Оны алдағы бағдарламамызда айтамын. Баян Алагөзова басқаратын продюсерлік орталығының бір топ әншілері «Туған жер» әніне тамаша челлендж ұсынды. Бұл туынды көпшіліктің жүрегінен орын алды. Балғын денем балқаған, шат көңілім шалқаған, туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағымнан аңқаған, туған жер. Үйде болыңыздар, үйде отырыңыздар, үйден шықпаңыздар деп үндеу жариялаған әншілер үйде отқан көрермендермен бірігіп ән салды. Иә, қазір барлық әншілер жаппай челлендж түсіруде. Меруерт Түсіпбаева, Мейрамбек Беспаев, Алтынай Жорабаева «Қимай сені барамын» әніне түсірсе, дәстүрлі әншілеріміз Айгүл Елшібаева, Қарақат Әбілдина, Клара Төленбаева, Эльмира Жаңабергенова, Ардақ Балажанова халық әндеріне түсірген болатын. Ең басты арман барлығы аяқталып халықпен тікелей қауышу. Жанды бөле саған сенім көкте, құстары әнге бөле қайда келер көкте. Аялдамас қыз төтер жаққа салқын, ызғар
өтер, көктем келер, көктем келер. Мұңлы жанарым, жоқ қой амалым. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі айтарым осы. Әр сенбі кешкі сағат 22:30-да Ақтау телеарнасында «Просто музыка» хабарын көруді ұмытпаңыздар. Бағдарламамыздың соңында Таңшолпан сұлулық салонына алғыс білдіремін. Ертең жоқ, арманға бірге жетерміз. Кемемде тұрсаң желкен боп, айтшы бәрін жасырма. Сол үшін келдім қасыңа, сезімің тұрса тұншығып, босатып жібер қысылма. Қазір айтшы маған шыныңды, қазір айтшы жаным сырыңды. Сүйемін десең жүрекпен, дүрсілдеп жатқан соққан тыңда түніңді. Қазір айтшы маған бәрінде, қазір айтшы сүйем жанымде. Кешігіп жаным жүрмеші, махаббат орнын жолын көрсең әлемде. Табиғат бүгін ашылса, жабады бұлтпен қабағын. Көңілің сөзбен басылса, жадырай мекен жанарың. Жауабын тапсаң сұрақтың, ертеңге жаным қалдырма. Көзін аш көрсең бұлақтың, өзекті текке жандырма. Қазір айтшы маған шыныңды, қазір айтшы жаным сырыңды. Сүйемін десең жүрекпен, дүрсілдеп жатқан соққан тыңда түніңді. Қазір айтшы маған бәрінде, қазір айтшы сүйем жанымде. Кешігіп жаным жүрмеші, махаббат орнын жолын көрсең әлемде. Қазір айтшы жаным сырыңды, сүйемін десең жүрекпен, дүрсілдеп жатқан соққан тыңда түніңді. Қазір айтшы маған бәрінде, қазір айтшы сүйем жанымде. Кешігіп